Барлықтарыңа сәлем. Бүгін процентке байланысты есептердің үй жұмысын шығаратын боламыз. Так, бізде қараңыздар, бірінші есепте турист барлық жолдың 90% болатын 27 километр жол жүрді. Барлық жолдың ұзындығы неге тең? Енді бұл жерде көпшіліктеріңіз осы есептің берілгенін түсінбеулеріңіз мүмкін. Бірақ қараңыздар, бұл қарапайым нәрсені айтып тұр. Жалпы турист адам бастап бізде В-ға дейінгі баратын жолдың, яғни адам бастап В-ға дейінгі баратын жолдың 90%-ын жүріп тұр. Яғни 90%-ын жүріп өтті. Бұл 90% ол 27 километр. Енді барлық жолдың ұзындығы неге тең дейді. Қараңыздар, бізде 27 километр, ол бізде 90% болып тұр. 27 километр, ол 90%. Ал бізде табу керек нені? Барлық, яғни адам бұға дейін қанша километр жол бар екен. Яғни бізде 100% жолды табуымыз керек. Енді бұны біз x километр деп алып, әр қарай пропорцияға салып жүреміз. Яғни бұлай көбейтіп жүреміз. Енді x табатын болсақ, так 27 мен 100-ді көбейтеміз. 27 көбейтілген 100 бөлінген 90. Сонда бізде 27-ні 100-ге көбейтсек 2700, оны 90-ға бөлсек бізде 30 шығады екен. Жауабы сонда барлығы бізде 30 километр бар екен. Келесі, турист қайықпен 504 километр жүзді дейді. Бұл барлық жолдың 36%. Барлық жолды табуымыз керек. Яғни сіздерде дәл жаңағы алдыңғы бірінші есептегідей есеп, бізде турист 504 километр жол жүрген. Бұл барлық жолдың 36%. 36%. Енді сіздерге табу керек барлық жолды, яғни бүкіл жүретін жолды табуымыз керек. Ол барлық жол деп отырғанымыз 100% тең. Енді бұл x деп аламыз да, әр қарай пропорцияға сала саламыз. Енді x табу үшін не істейміз? 504-ті көбейтеміз 100-ге, оны бөлеміз 36-ға. Бізде 50.400-ді бөлсек 36-ға тең 1400 километр шығады екен. Сонда турист барлығы 1400 километр жол жүзіп өтуі керек. Енді келесі бізде алманың 20-дан 11-і су. Алманың неше пайызы су дейді. Қараңыздар, бізде санды процентке айналдыру үшін не істейміз? Яғни санды процентке айналдыру үшін біз санды 100-ге көбейте саламыз. Яғни санды, бастапқы санды көбейтеміз 100-ге. Сонда қараңыздар, бізде 20-дан 11 бөлігі су дейді. Сонда 20-дан 11-ді көбейтеміз 100-ге. Сонда 20 мен 100-ді қысқартамыз, 5 шығады. 5-ті 11-ге көбейтсек 55 шығады екен. Сонда алманың 55%-ы судан тұрады екен. Келесіде дәл осындай есеп, қараңыздар. Бізде алманың 20-дан 17-сі су, алманың неше пайызы су дейді. Яғни 20-дан 17-ні көбейте саламыз 100-ге. Сонда 20 мен 100 қысқаратта 5 болады. 5-ті 17-ге көбейтсек 85 шығады екен. Жауабы сонда 85 болады. Келесі, кітаптың бағасы 22%-ке арзандаған соң 156 теңге болды дейді. Кітаптың алғашқы бағасы қанша? Яғни бізде бастапқыда кітаптың бағасы 100%. Енді бұның бағасы 22%-ке арзандағаннан кейін ол 78% қалады. Яғни 22%-ке скидка болса, оның 78% бағасы қалады. Сонда сіздерге айтады, 78 арзандағаннан кейін 156 теңге болды дейді. Яғни 78% ол 156. Енді кітаптың алғашқы бағасы, яғни алғашқыда бізде 100% болды ғой, сол 100% бағасын табуымыз керек. Бұл жерде x табу үшін не істейміз? 156-ны 100-ге көбейтеміз, оны бөлеміз 78-ге. Сол кезде бізде номинал қысқаратта 2 шығады, 2-ні 100-ге көбейтсек 200 шығады екен. Жауабы С болады. Келесі, автомобиль
багының сыйымдылығы 40 литр бензин. Жол жүрудің алдында бак 80%-ке толтырылды дейді. Бензиннің 25% жолға жұмсалды. Сонда бакта қанша бензин қалды дейді. Жалпы бұндай есепті сіз әр нүктеге тоқталып қарастырып отырасыз. Яғни бізде үлкен бак беріледі. Осы бактағы сыйымдылық, яғни бензин 40 литр бензин сияды осы бакке. Жол жүрудің алдында 80% толтырылды дейді. Яғни 40 литр бензиннің 80%-ын тауып аламыз. 40 литрді 0,8-ге көбейте саламыз. Яғни 80%-ті біз санға айналдырған кезде 100-ге бөлеміз ғой, 80-ді 100-ге бөлеміз. Ол кезде 0,8 болады. Сол 0,8-ді 40-қа көбейтсек, 40-тың 80% шығады. Сонда 32 шығады екен. Бастапқыда 32 литр бензин толып тұр мына жерде. Міне, мынаяқта 32 литр бензин толтырып алды. Енді осы толтырып алғаннан кейін бензиннің 25% жолға жұмсалады. Осы 32 литрдің 25%, яғни 0,125-ге көбейтеміз. 25%-ын тауып алу үшін. Сонда 32-нің 25% бізде 32-ні көбейтеміз 4-тен 1-ге, ол кезде 16, 8 шығады. 32-ні 0,125-ге көбейтсеңіздер 8 шығады. Сонда жалпы жолға жұмсалғаны 8 литр. Сізге айтады, сонда бакта қанша бензин қалды дейді. Бізде 32 литр құйылды, оның 8-і жолға жұмсалды, қалғаны бізде 24 литр екен. Жауабы сонда 24 болады. Келесі, 2 А санының 3%-ның 8%, А санының 5%-ның неше процентін құрайды дейді. Біз бірінші А санының 5%-ын тауып алайық. Бізде А санының 5%-ын табу үшін 0,100-5-ге көбейтеміз. Сол кезде 0,100-5 А болады. Бұл А-ның 5%. Енді келесі 2 А-ның 3%-ның 8%. Яғни 2 А-ның 3%-ын табу үшін не істейміз? 0,100-3-ге көбейтеміз. Ал осы санның 8%-ын табу үшін не істейміз? Шыққан санның 8%-ын табу үшін 0,100-8-ге көбейте саламыз. Сол кезде бізде есептеп көрейік. 0,10 48 шығады екен. 0,10 48 А болады. Енді қараңыздар, бізде мынау сан, мына санның неше пайызын құрайды дейді. Сонда біз егер де осындай есептер кездесетін болса, былайша қарастар, 0,100-5 А ол 100% деп аламыз. Яғни 100% сан. Енді осы бізде 0,10 48 А бізде осы бастапқы санның X пайызын құрайды. Яғни X %. Енді әр қарай табу үшін бізде пропорцияға салып жібере саламыз. X табу үшін біз 0,10 48 А-ны көбейтеміз 100-ге. Оны бөлеміз 0,100-5 А-ға. 0,100-5 А. Бұл жерде А мен А қысқарады. 0,10 48-ді 100-ге көбейтсек 0,100-48 шығады. Оны бөлеміз 0,100-5-ге. Бізде осыны есептеп көрейік. Сонда бізде 9,6 шығады екен. Жауабы сонда А болады. 9,6 пайызын құрайды екен. Келесі есепте дәптердің бағасы 40 теңге болған. Бағасын 15%-ға арттырғаннан кейін, яғни 15% бағасын көтеріп тастайды. Одан кейін 548 теңгеге неше дәптер сатып алуға болады. Яғни бізде дәптердің бағасы 40 теңге болған ше. Дәл сезоны кезінде ол қымбаттап кетеді, 15%-ға сол 15%-ға қымбаттағаннан кейінгі бағасын табайық. Ол үшін біз бірге қосамыз 0,115-ті. Бұл қараңыздар, арттырса, көбейтсе, үлкейтсе деген сияқты берілсе, онда қосамыз. Сонда қосылған 0,115. Сонда 40 теңгені көбейтеміз 1,115-ге. Осыны калькулятормен есептеп көрейік. Сол кезде бізде шығу керек неше?
46. Яғни екеуін көбейтсек бізде 46 шығады екен. Сонда бастапқы баға бізде 40 теңге болған. 15%-ға арттырғаннан кейінгі бағасы 46 теңге. Яғни дәл сезоны келген кезде ол бағасы артып кетеді. Сондықтан оның бағасы 46 теңге болады. Яғни біз арттырды десе, міне бірге қосып жібереміз. Енді 46 теңге әрқайсысы, әр бір штугы 46 теңге. Бір штук бізде 46 теңге. Енді 548 теңгеге неше дәптер сатып алуға болады? Ол үшін 548-ді бөлеміз 46-ға. Сол кезде 548 бөлінген 46. Сол кезде бізде 11 шығады екен. Сонда 11,9 дейтін сан шығады екен. Сонда қараңыздар, бізде 12 дәптерге бізде ақшамыз жетпей қалады. Сонда біз 11 дәптер сатып алады екенбіз. 12 дәптерге сәл ғана жетпей қалады. Енді сонда жауабы бізде С болады екен. Келесі 30%, 60 санның 90%-ын құрайтын сан табыңыз дейді. Жалпы бұл есепті мағынасын түсінсеңіздер, онда шығара аласыздар. Бізге айтқан бір x деген санның 30%, яғни x санның 30%-ын табу үшін не істейміз? 0,3-ке көбейтеміз. Ол 60 санның 90% дейді. Яғни 60 санның 90%. Екеуін теңестіре саламыз. Осы жерден x табатын болсақ, 60-ты 0,9-ға көбейтеміз, бөлеміз. 0,9-ға көбейтеміз, оны бөлеміз 0,3-ке. 0,3 пен 0,9-ды бөлсек, қысқартсақ 3 шығады. 60-ты 3-ке көбейтсек 180 шығады екен. Жауабы сонда 180. Қараңыздар, сонда 180-нің 30%, ол бізде 60-тың 90%-на тең деген сөз. Міне, бұл есептің мағынасы осы. Келесі есепте дәл осындай есеп, яғни x санның 40%, ол 65, x 40%, 65 болатын санның 80%-ын табыңыз дейді. Яғни бұл есепте сәл өзгешелеу. Бұл есепте қараңыздар, сәл өзгешелеу екен. 40% 65 болатын дейді. Яғни бір x деген санның 40% 65-ке тең деп тұр. Яғни x-дің 0,4, яғни 40% бізде 65 болатын санның, яғни болатын санның 80%-ын тап дейді. Бірінші біз x тауып аламыз. X табу үшін не істейміз? 65-ті 0,4-ке бөлеміз. Калькулятормен есептеп көреміз. 65 бөлінген 0,4. Сол кезде 16,125 болады. Енді бізде бастапқы сан 16,125. 16,125 емес. Мен 4-ке бөліп қойыппын. 0,4-ке бөлу керек. 162,5 екен. 162,5. Енді осы x санын таптық, осының 80%-ын табыңыз дейді. Яғни 162,5-дің 80%-ын табу үшін істейміз, 0,8-ге көбейте саламыз. Сонда оны көбейтеміз 0,8-ге. Сол кезде бізде 130 шығады. Жауабы 130. Келесі, қандай да бір санның 40%, 50 санның 80%-ын құрайды дейді. Яғни бір санның 40%, мысалы x санның 40% ол 0,4, 50 санның 80%-ын құрайды дейді. Яғни 50 деген санның 0,8, 80%-ын құрайды. Осы жердегі табуымыз керек x-ті, яғни x бастапқы санды табуымыз керек. 50-ді көбейтеміз 0,8-ге, оны бөлеміз 0,4-ге. 0,4-ті 0,8-ге қысқартсақ 2 шығады. 2-ні 50-ге көбейтсек 100 шығады. Жауабы сонда 100 болады. Келесі, сүттің 8% қаймақ, ал қаймақтың 25% май. Сүттің неше пайызы май дейді. Енді бұл есепте мынандай. X, яғни сүттің 8, бұл сүттің бағасы, бұл сүт мысалы x литр болсын,
осы x литрдің так 8%, яғни 0,8-і қаймақ болады екен. Қаймақ. Енді қараңыздар, ал май болса бізде қаймақтың, яғни 0,8x-дің 25%, яғни 0,25-і. Енді сіздерге айтады, сүттің неше пайызы май дейді. Так, бізден ана майдың бағасын есептеп жүрек осы жерден. 0,8-ді көбейтеміз 0,25-ге. Сол кезде 0,2x болады. Сонда так, бізде сүттің так 2-ті болады. Сүттің 2% май болады екен. Қараңыздар, 0,2 деген ол 2% емес па? Сонда сүттің 2% бізде май болады екен. Жауабы С болады. Келесі, оқушы 175 санын 40%-ға арттырып, оның 20%-ын тапты дейді. Бірінші 40%-ға арттырғаннан кейінгі бағасын тауайық. Яғни біз 175-ті көбейтеміз 0,04-ге. Так, 175 көбейтілген 0,04. Сонда бізде 70 шығады екен. Енді жоқ, бұл қателестім. Қараңыздар, 175 міне 40%-ға арттырып деп тұр. 40% емес, 40%-ға арттырып. Сонда бір қосылған 0,04 болады. Енді так 175-ті көбейтеміз 1,04-ге. Так, 175 көбейтілген 1,04. Сол кезде 245 шығады екен. Бізде 40%-ға арттырғаннан кейінгі сан бізде 245. Енді соның 20%-ын тапты дейді. Яғни 245-тің 20%-ын тауып аламыз. Енді 0,02-ге көбейте берсек болады. Көбейтілген 0,02. Сол кезде 49 шығады екен. Жауабы Е болады. 49. Келесі, құйманың 80% алюминий, қалғаны мыс дейді. Құймадағы алюминий мыстан 300 граммға артық. Құйманың массасы қандай дейді. Қараңыздар, бізде мынандай құйма берілген. Осының 80% алюминий. Яғни 80% бізде алюминий. Қалғаны бізде 20% қой. Ол 20% бізде мыс болады. 20% мыстан тұрады. Енді құймадағы алюминий мыстан 300 граммға артық дейді. Яғни біздегі алюминий мысқа қарағанда 300 граммға артық. 300 граммға артық. Енді құйманың массасы қандай дейді. Қараңыздар, бізде мыстың массасы, мыс емес, бірінші алюминийдің массасын қарастырайық. Алюминийдің массасы бізде так X болсын. Ал мыстығы бізде Y болсын. Енді қараңыздар, жалпы құйманың массасын табу үшін не істейміз? X-ке Y-ті қосамыз. Бұл бізде құйманың массасы. Яғни құйманың 80% алюминийге тең дейді. Яғни осы құйманың массасы бізде 0,08, яғни 80% бізде алюминийге тең дейді. Алюминий бізде X-ке тең. Енді келесі бізде құймадағы алюминий мыстан 300 граммға артық. Яғни алюминий мысқа қарағанда 300 граммға артық. Бізде X, Y-ке қарағанда 300 граммға артық. Сонда Y-ке 300-ді қоссақ, X-тің массасы шығады. Мысал қараңыздар, алюминийдің массасы 600 болса, мыстығы 300. Яғни X, Y-ке қарағанда 300-ге артық болып тұр ғой. Екеуін теңестіру үшін не істейміз? Y-ке 300-ді қоса саламыз. Так, енді осы жерден біз жүйені шығарайық. Так, бізде жақшаны ашатын болсақ, 0,08x болады. 0,08x қосылған 0,08y тең x-ге. Так, енді осы жерден астындағы x тең y плюс 300-ді жаза саламыз. Енді төбесіндегі өрнекті есептеп аламыз. Яғни 0,08y болады. Так, 0,08x-ті теңдіктің оң жақ бетіне өткізгенде теріс таңба болып шығады. X азайтылған 0,08x болады. Так, енді осы жерден 0,08y тең бірден 0,08x-ті азайтамыз.
сол кезде 0,2 x болады. И астындағы мынау теңдеуді жаза саламыз. Так, x тең y плюс 300 болады. Так, енді әрі қарай тағы да өрнектейміз. Яғни осы жерден x тауып аламыз. X тең, так, x тең, мына бетке жазайық, x тең жалғастырып 0,8 y-ті 0,2-ге бөлеміз. Яғни 0,8-ті бөлеміз 0,2-ге. Сол кезде 4 шығады. Сонда x тең 4y болады. Ал астындағы x тең y плюс 300 болады. Енді осы жерден так біз екеуін теңестіріп жіберсек болады. Яғни екеуі де x-ке тең ғой. Сонда 4y тең болады y плюс 300 болады. Енді осы жерден y-ті сол жақ бетке шығарсақ, 4y-тен y-ті азайтамыз. 3y тең 300. Y табатын болсақ, y тең 300 бөлінген 3, ол тең болады 100-ге. Сонда y бізде, яғни мыстың массасы 100-ге тең. Енді x тауып аламыз осы арқылы, яғни мынаяқта y-тің орнына 100-ді қойсақ, x тең болады 100 қосылған 300 тең 400 болады екен. Сонда x тең 400. Бізге табу керек нені? Жалпы құйманың массасын, яғни x плюс y-ті. Бізде так x-іміз 400-ге тең болды, ал y бізде 100-ге тең болды. Жауабы сонда 500 болады екен. Құйманың массасы 500. Келесі есеп. Алманың бағасы 20%-ға көтерілді. Бірақ сатушы 1 килограмм алманың бағасы жазылған қағаздағы құнындағы цифрлардың орнын ауыстыра салды дейді. Құны 100 теңгеден кем болса, алманың алғашқы бағасын табыңыз деген. Яғни бүйтеді, бір сатушы тұрады. Яқта сатушы тұрады. И ол сатушы алма сатып тұрады. Яқта бір сатушы тұрады, и ол алмаларды сатып тұрады. И осы алмалардың бағасын бір көтеріп жүреді. Сұраныс көп болғаннан кейін 20%-ға көтеріп жүреді. И 20%-ға көтергеннен кейін, мысалы, бастапқыда алманың бағасы, допустим, мысалы 65 болды ғой, и сатушы бағасын көтергеннен кейін, яғни 20%-ға өсіргеннен кейін, 65 емес, 67 дегіші, 67 болды. И 20%-ға көтергеннен кейін, просто 7 мен 6-ның орнын алмастыра салады. Яғни 76. Осы сияқты, яғни бастапқыда осы алманың бағасын тап дейді. Мысалы, бастапқыда алманың бағасын 32 деп алайық. И ол 20%-ға көтерілді. Яғни 32-ні ол көбейтеміз 1 қосылған 0,2-ге. Яғни 20%-ға көтерілгеннен бағасы осындай болады. 1,2 көбейтілген 32. Так, 1,2-ні көбейтеміз 32-ге, 38,4 болады. 38,4. Сонда, так, бізде көтергеннен кейінгі бағасы 38,4. Нау сонда 2 мен 3-дің орнын алмастырса 23. Яғни 23 38,4-ге тең емес. Сонда бұл баға болмайды. Енді қарап тұрсаңыздар, бастапқыда 65 болсын, мысалы, бастапқыда алманың бағасы 65 болсын. Енді 20%-ға көтерілгеннен кейін бағасы 6 мен 5-дің орнын алмастыра саламыз, яғни 56 болады. Енді қараңыздар, логичный емес қой бұл жерде 65 теңге болады да, и 56 теңге болып кетеді. Бұл наоборот бағасын есеп тұр, кеміп тұр. Значит, бұл жауап болмайды. Так. Енді келесі бізде қараңыздар. Бағасы 56 теңге болды дейді. 56. Енді осыны 20%-ға арттырып көрейік. Яғни бірге қосамыз 0,2. Бұл 20%-ға арттырылғаннан кейінгі бағасы. Сонда 1,2-ні көбейтеміз 56-ға. 1,2 көбейту 56. Сол кезде 67,2 шығып кетеді. Бұл жерде бөлшек сан шығып кетті. Значит, бұл болмайды. 45 тексеріп көрейік. Так, бастапқыда бағасы 45 болды деп есептейміз. Ол 20%-ға арттырылғаннан кейінгі бағасы, яғни 1 қосылған 0,2 тең 1,2 көбейтілген 45. Так, 1,2-ні көбейтеміз 45-ге. Сонда 54 болады. Қараңыздар, бұл жерде бастапқы бағасы 45,
енді соңғы бағасы 54, яғни 5 пен 4-ің орнын алмастырсақ 54. Енді 20%-ға көтерілгеннен кейінгі бағасы 54. Значит, жауабы 45 болады. Бастапқыда алманың бағасы 45 теңгеден болған. Енді келесі қызанақтың тамыз айындағы бағасы. Келесі есепте бізде қызанақтың тамыз айындағы бағасы 25%-ға қымбаттады. Ал оның соңғы бағасы қараша айында тағы да 40%-ға қымбаттап 140 теңге болды дейді. Қызанақтың бастапқы бағасы неше теңге? Енді қызанақтың бастапқы бағасын біз X деп алайық. Бұл бізде бастапқы бағасы. Енді 25%-ға қымбаттады дейді. Значит, біз бірге қосамыз 0,25-ті. Қымбаттады десе қосамыз. Сол кезде 1,25x болады. Енді осы қымбаттағаннан кейін тағы да 40%-ға қымбаттайды. Яғни 1,25x болды ғой бағасы, тағы да ол 40%-ға қымбаттайды. Бізде 1,25x көбейтілген 1,4 болады. Давайте 1,25-ті 1,4-ге көбейтіп көрейік. Сонда бізде 1,175x болады екен. Сонда бұл 2 рет қымбаттағаннан кейінгі бағасы 1,75x. Енді 2 рет қымбаттағаннан кейін 140 теңге болды дейді. Значит, біз 1,75x-ті теңестіреміз 140-қа. Енді осы жерден x табатын болсақ, 140-ті бөлеміз 1,75-ке. 1,175-ке. Сол кезде бізде 80 шығады екен. Жауабы Ф болады. Келесі, сымның бөлігінен 20%-ды кейін қалғанының 40%-ын кесіп алды дейді. Сымның неше пайызы қалды дейді. Енді көбісі осы жерде айтады да, 20-ға 40-ты қосады 60, қалғаны 40%. 40% қалды деп 40-ты белгілей салады. Сол кезде үлкен қателік жасайды. Қараңыздар, бізде сым берілген. Осы сымның 20%-ын, яғни мына бөлігін не істейді? Осы бөлікті кесіп алады. Көкпен белгі қойын. Мына бөлікті не істейді? Кесіп алады. Енді ол жерде 80% қалады. Енді қалғанның 40%. Яғни 80%-ның, міне 80%-ның 40%-ын не істейді? 80%-ның 40%-ын кесіп алады. Енді 80%-ның 40%-ын кесіп алады. Яғни осы 80%-ды біз 100% деп қарастырамыз. Осының 40%-ын кесіп алады. Сонда қалған 60%, сонда бізде қалған бөлігі. Бұны бір басқа түспен белгілеп қойын. Сары түспен ба? Сары түспен ол қалған бөлігі. Сонда бізге табу керек бастапқы x-тің, яғни сымның ұзындығының 80%-ын, яғни 80%-ның 0,8 бөлігінің 60%, яғни 80%-ның 60%-ын табуымыз керек. Ол үшін 0,8-ге көбейтсек 80% шығады, ал оның 60%-ын табу үшін 0,6-ға көбейтеміз. Бізде 0,8-ді 0,6-ға көбейтсек 0,148x болады. Сонда 48% қалады екен. Жауабы С болады. Келесі, Шоқан, Бораш, Ғалым үшеуі жидек жинайды бізде. Бораш Шоқанға қарағанда 20%-ға артық, ал Ғалымнан 20%-ға кем жинайды. Ғалымның жинаған жидегі Шоқанның жинаған жидегінен қанша пайызға артық екенін табуымыз керек. Қараңыздар, бірінші Бораш, екінші Шоқан, үшінші бізде Ғалым дейді. Бізде Бораш Шоқанға қарағанда 20%-ға артық. Яғни Шоқан X жидек жинайтын болса, Бораш бізде бір қосылған 0,2x, яғни 20%-ға артық жинап тұр. Бізде бұл 1,2x болады. 20%-ға артық жидек жинап тұр. Енді Ғалым мысалы Y жидек жинайтын болса, онда Ғалымнан 20%-ға кем. Яғни Ғалым Y жинайтын болса, яғни Y жидек 20%-ға кем десе, бір азайтылған 0,2 Y. Яғни Бораш
мынау ғалымға қарағанда 20%-ға кем деп тұр, сонда бір азайту 0,2 y болады. Бұл кезде бізде шығады 0,8 y болады. Енді бізде салыстыру керек нені? X пен Y-ті. Яғни Шоқан ғалымның жинаған жидегі Шоқанға қарағанда қанша процентке артық? Енді қараңыздар, бізде Бораштың жинаған жидегі 1,2x және де 0,8 y. Екеуі бір-біріне тең. Яғни Шоқанмен салыстырғанда, біреуі ғалыммен салыстырғанда. Сонда 1,2 x-ті теңестіріп аламыз 0,8 y-ге. Осы жерден y-ті табатын болсақ, онда бізде 150 шығады, келіспесем, бізде 150 емес, яғни 1,5 y шығады, 1,5 x шығады екен. Сонда қараңыздар, бізде Шоқан, міне, x-іміз Шоқан ғой бізде, мынау y-іміз ғалым. Шоқан ғалымға қарағанда 50%-ке артық, яғни 1,5 ол 50%-ке артық қой. 50%-ке артық жидек жинайды екен. Келесі, ең соңғы есеп. 3 санның қосындысы 420-ға тең. Бірінші сан қосындының 60%-на тең. Ал екінші сан бірінші санның 25%-ын құрайды дейді. Үшінші санды табуымыз керек. Қараңыздар, қосындының, яғни бірінші сан қосындының 60%. Қосынды бізде 420-ға тең. Оның 60%-ын табу үшін істейміз, 0,6-ға көбейте саламыз. Сол кезде 420-ны көбейтеміз 0,6-ға. 252 шығады екен. Сонда 252 ол бірінші сан. Бұл бізде бірінші сан 252-ге тең. Енді екінші сан бірінші санның 25%-ын құрайды. Яғни мынау екінші сан ғой, ол 252-нің, яғни бірінші санның 25%-ын құрайды дейді. Бізде 25%-ын табу үшін істейміз, 0,125-ке көбейте саламыз. 252-ні 0,125-ке көбейтетін болсақ, 63 шығады екен. Сонда екінші сан 63-ке тең, бірінші сан 252-ге тең. Үшінші сан табу үшін істейміз, 420, яғни 3 санның қосындысы 420 деген жоқ па? Сол 420-дан азайтамыз бастапқы 2 санның қосындысын. Сол кезде бізде үшінші сан шығады екен. 252 қосылған 63 тең болады. 420 азайтылған, екеуін қосатын болсақ, 252-ге 63-ті қоссақ, 315 болады екен. Сонда жауабы бізде 95 ба, қателеспесем? Жоқ. 105 болады екен, екеуін азайтсақ 105 шығады. Сонда 19 е болады. Сонымен бүгінгі есептер аяқталды. Егерде арасында түсінбей қалған қиын есептер болса, уайымдамаңыздар. Өйткені бұл жерде А деңгейінің, Ф деңгейінің және де С деңгейінің есептері бар. С деңгейінің есептерін ол көбінесе математикада келеді. Ол матсауаттылықта көбінесе кездесе бермейді. Ал Б деңгейінің қиын есептері болады. Олар да тоже көп кездесе бермейді. Матсауаттылықта көбінесе кездесетін А деңгейінің есептері және де В деңгейінің бастапқы және де средний орта деңгейдегі есептері. Сондықтан арасында түсінбеген есептеріңіз болса, онда уайымдамаңыздар. Ол С деңгейінің есебі болуы мүмкін. Сондықтан барынша осы А деңгейіндегі, В деңгейіндегі есептерді түсінуге тырысыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.